Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 2 октябрь 2023 жыл. 2020 жылы үй салдыртып бастадық. Енді осы жылдан бастап 2023-тің майларынан немесе апрельдерінен бастап салдыртқан үйге ремонт жасатып бастадық. Осы август, сентябрь айларында не істеттік, сол туралы болады видео. Сондықтан да міндетті түрде видеоны соңына дейін мұқият қарап шығуларыңызды сұраймын. Егер де жаңағындай үйдің ішінде не өзгеріс болды білгілеріңіз келетін болса. Сосын айтпақшы, егер де YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отыруларыңызды сұраймын. Себебі пайдалы видеолар түсіруге тырысамын, яғни барлық адамдарға, пайдалы нәрсе іздеген адамдарға. Сонымен бірінші мәселе, август айында үйге обой жапсырттық, яғни түс қағаздар жапсырттық, сосын линолеум төсеттік. Линолеумды 2021-де не 2022-де ұмытып қалып тұрмын, қашан екен, 2021-де болу керек. Үйдің размеріне, яғни мына жаққа, ана жаққа барлық бөлменің заттарын кестіріп, кәдімгідей сатып алып дайындап қойдық. Сосын мынандай заттарын алған жоқпыз, мынандай плинтустарын алған жоқпыз ол кезде. Есік барлығын алып дайындап қойдық сол кезде. Бұл жақтары түсінікті. Енді обойды үйге обой жапсыратын кезде алдық. Мынау кухняның обойы міне мынандай. Сосын әр бөлмеге жеке-жеке тоқталып, барлығын бұратыла көрсетіп кеткім келіп тұр. Бірінші кухнядан бастаймыз. Мынау кухняның обойы міне мынандай. Сосын обойлардың барлығы бір стильдердегі обойлар екен. Обой сататын жерде барлығы бірде обойлар. Маған жалпы ұнаған жоқ обойдың түстері. Светін жағайық. Анау не атнет жаңағы кафельдің орны, яғни мына жерде газпеш, анау нәрселер тұрады. Жаңағыдай кухня гарнитур дейді, сондай нәрселер тұрады. Мынаны көрсеттім. Мынау немен бірге жасалған зат. Атнет керме төбе дейма, кермелі төбе дейма. Сонымен бірге қойылған фонарик. Мынау енді өзіміздің сатып алып қойған дейміз. Кухняның заты, люстрасының түрі осындай. Сосын ненің линолеумның түсі мынандай. Мынау неміз плинтус. Қысқаша айтқанда міне кухнямыздың түрі осындай. Анау не? Бүйтіп не істейік, үлкейтейік, көрсетейін бұратыла. Дымоход мынау. Яғни үй демалып тұру үшін әдейі істелген зат. Барлық бөлмеде бар бұндай зат. Үй терлемес үшін, үй көктеп кетпес үшін, яғни үйдің жарлары. Екінші енді нені көрсетіп жүрейін бұратыла. Коридорды көрсетіп жүрейін. Мынау коридордың жарлары краска дейді енді. Мына жерде қазір свет жанып тұрғаннан кейін дұрыс көрінбей тұр. Түсі көрінбейді дұрыс. Кішкене енді қандай түс деп айтуға бір қоңыр қайлау түс. Водомесенка деймін, не алдайды, сондай бірдеңе шығар менің ойымша. Бұны енді
неден кейін шпаклевкіден кейін өзіміз істедік. Енді өзіміз болғанда мен істеген жоқпын, мойындаймын, мен бұндай жұмыстарға араласпаймын, ремонт анау мынау деген үйде істейтін адам бар. Яғни өз сондай нәрсені жақсы көретін адамдар бар, мен бұндай нәрсемен айналысқым келмейді. Яғни ремонт анау мынау деген нәрселермен айналысқым келмейді. Мен тек қана осындай көрсетуші, айтушы деген сияқты. Мен бір сөзбен айтқанда тілмен жаққа отырып алған адамдардың бірімін. Енді ненің коридордың, яғни дәліздің заты люстрасы, сосын люстралардың бағаларын білмеймін, себебі мен алған жоқпын. Мынау не атнет жаңағы. Мынау да енді люстра болғанда зат. Ненің рөлін атқарады? Жаңа светильник дейді ғой, шам. Соның рөлін атқарады кешке қарата. Негізі бұл жерге бұндай емес, басқа шам алынған, яғни басқа светильник, мынау не сияқты светильник қой, атнет. Люстра сияқты. Біреу емес, екеуі тұр бұл жерде. Сосын бұлардың менің ойымша мына жерде қосқышы тұру керек, яғни включателі. Мына жерге бірақ розетка қойып кетіпті. Енді мен білмейтін болғаннан кейін, түсінбейтін болғаннан кейін, біздер де оны байқамадық. Енді мен соңғы кезде осыны байқап тұрмын. Мына екеуін жағатын нәрсе жоқ. Значит, мына жерде включатель тұру керек. Енді оны өзіміз қоя қоямыз ғой, егер де қойылатын болса. Солай болу керек менің ойымша. Мына жерде негізі екі батырмалы қосқыш тұру керек. Менің ойымша солай болу керек. Мынаны енді өзіміздің адамдар қойып жүрген. Яғни люстра, соларды қойған өзіміздің адамдарымыз. Жақында қойылған, кеше сентябрьдің аяқ жақтарында, не орта жақтарында қойылды. Мынау әрлеп сәнделген нәрсе. Оны жаңа үйде осындай нәрселермен айналысқан жақсы көретін адамдар бар, мыжың жұмыстармен. Вот сол адамның жасағаны мына 4 бірішті, мына ішіндегі бірдеңе, оны білмеймін, қалтықма бірдеңе сияқты нәрсе, иісі жаман әйтеуір. Маған ондай нәрселер жақпайды, менде сондай нелерім бар, краскеге, шаңға, анаған, мынаған аллергиям бар, сосын мен жақындамаймын. Бір 15 минут сонда жұмыс жасайтын болсам, бір апта, 2 апта шүкір жүремін, яғни қиналып жүремін. Мұнаның бәрін не алдайтын еді? Обналичканы де өзі қойды. Үйде жаңа қоятын адамдар бар. Адамдар болғанда адам. Енді YouTube арқылы істеп жүр ғой, YouTube'тан көріп соны істейді. Бұл жақтары түсінікті. Сосын мынандай нәрседе істеген. Міне мынанда жаңа үйдегі типа ремонт жасап қоятын адам істеген. Мұнаның енді бағасы белгісіз, мұнаның да. Мына жерге бір картинка ма бірдеңе қоюға болатын сияқты, менің ойымша. Мына жақтан да жасаған, екеуін жасаған. Ана жерде заты жаңағы не түсетін болса әдемі болып көрінетін шығар, жалпы. Үйдің ішіне бірдеңелер қойған кезде менің ойымша әдемі болатын шығар деп ойлаймын. Бұл енді коридор, яғни коридордың жыры бітті деп ойлаймын. Енді мына кішкентай бөлмеден бастайық. Яғни ауысайық. Затын жағайын, люстрасын, анасын, мынасын. Люстрасы мынандай, мына жерде кішкентай болып көрініп тұрған шығар. Бұл видеода кішкентай болып көрініп тұрады екен. Бірақ кішкене нормально люстра бұл, уже үлкендеу. Обойының түсі мынандай. Жылтырағы бар мынандай. Жалпы маған өз басыма мына үйге жапсырылған обойлар ұнаған жоқ. Сразу айтамын. Нереально обойлар мен үшін. Енді басқа біреулер үшін де нереально обой шығар, енді біреулер үшін реально обой болуы мүмкін. Яғни әркімнің вкусы әртүрлі. Маған жаңағында суретін жіберді немен. Мынау қалай деп. Осылар таңдадым, мен мынаны таңдаған жоқпын. Сразу айттым, обойлардың түстері нереально екен деп. Яғни ұнаған жоқ. Мынау енді не? Мынау кішкентай бөлме.
түсінікті. Бірінші кішкентай бөлменің жағдай осындай. Енді екінші кішкентай бөлме. Екінші кішкентай бөлменің жағдайы мынандай. Бұл жерден де сразу былай бастайық. Люстра. Бұл жердегі люстра басқа. Жаңағы бөлменің люстрасы сияқты размері, бірақ уже басқа. Несі, обойы сол бөлмеге келетін сияқты, бірақ басқашалау менің ойымша. Или бірдей ме екен. Сәл өзгешелігі бар ау деймін. Енді люстрасы түсінікті ғой, люстрасы. Видеода кішкентай болып көрініп тұр. Енді бұл жерде люстрадан бөлек мынандай нәрселер бар. Мынау не? Кішкентай балдарға арналған бөлме деп айтуға, детский комната дейді ғой. Мынау түнде жағып қоятын не? Светильник. Кәдімгі токпен істейді. Несі аз шығар. Тоқты не істеу жағы, шығындау жағы аз болатын шығар, аз ваттық шығар. Солай ойлаймын жалпы. 20-лық, 10-лық, 6-лық па қанша екен. Оны білмеймін. Нең сыртында жазылып тұрған шығар жалпы ана. Сол светильниктердің қорабының сыртында. Негізі дәл мынандай нелер жаңа көрсеткен светильниктерімді мына жерге де қойғысы келді менің ойымша, шатаспасам. Бірақ мына жерге басқа нәрсе келіп қойыпты. Мынау мен не істеген ғой? Люстрамен бірдей қылып қойғанда, типа, екеуі бір-біріне келеді, бір-біріне келмейді, даже екеуі не ау деймін. Парный нәрсе ма, сондай бірдеңе. Именно соған арнап жасалған. Негізі мына жерде мынандай люстра деп қойған, светильник қойғысы келген. Мына жерге де, яғни коридордың бойына, мыналардың орнына. Мынандай светильник қойғысы келген. Хороз электрик дейді. Кімдердікі ше, жаңа түріктердікі. Компания түріктердікі, бірақ мына светильникті жинаған адамдар, олар бәрінен белгілі кім екені. Қытайлар оны жинап отырған. Собрано в Китае деп шығатын шығар, егерде не істейтін болсақ, мына жерде анықтап қарайтын болсақ. Осында екеуі бар. Мынау біреу, мынау екіншісі. Значит, мына жердікі бұлардың барлығы. Яғни екеуі өші жердікі. Енді екінші үлкен залдан бастайық. Бұл жердің люстрасы қандай? Бұл жердің люстрасы міне мынандай. Бұл жердегі люстралар уже үлкен. Міне мынандай. Сосын сразу айтам, жаңа видеоның бас жағында да айттым. Бұл жердегі заттардың бағасын білмеймін, яғни люстраның бағасын. Нелердің бағасын да білмеймін, обойдың. Мынандай обой, бұл жердің обойы, мынау не сияқты, жаңағыдай жапырақ па бірдеңелер сияқты, или кисточкамен бүйтіп былай істеп тастаған сияқты. Бұл нені мен таңдадым, яғни мына обойды более-менее деп осын таңдадым. Суретпен жіберген ғой. Мен таңдадым, бірақ қазір қарайтын болсақ, енді маған ұнамай тұр да, кәдімгідей. Түсі ұнамай тұр да, түсі. Маған жіберген кезде түсі кішкене бір нелеу болып етті. Мына линониумның түсі сияқты, бірақ линониумның мына ашықтау жерлері бар ғой. Мынандай міне. Сондай сияқты болып көрінеді суретпен келген кезде. Бірақ бұның түсі мынандай сарғыштау. Енді қазір видеода көрінбейді ол. Видеода басқаша болып көрініп тұр. Мына линониуммен. Жоқ, линониумнан сәл өзгешелік бар екен. Солай көрініп тұр да. Бірақ видеода басқаша қазір. Кәдімгілей өзің
көзіңмен қарайтын болсаң басқаша түсі. Міне мынандай не ғой, осындай өрнектері бар. Бірақ енді кәдімгідей көзбен қарағанда нереально. Көзбен қарағанда видеоға, фотоға әдемі не істеу көрінеді екен да жалпы. Осындай бұл бірінші үлкен залдың несі. Жоқ, екінші үлкен залдың жағдайы. Енді екінші залға кетейік. Бірінші үлкен зал, екінші болғанда. Бұның заты мынандай. Бірінші свет жақпаған түрін көрсетейін. Мынандай люстрасының түрі. Свет жағып көрсетейін. Міне мынандай. Свет жаққанда енді мына жер шашылып жатыр. Оған мән бермейсіңіздер. Мына екі залдың несі обойым бірде. Солай болып тұрған сияқты, менің ойымша. Бұл обойды да мен таңдадым. Бұл жердің де обойы неге видеоға, фотоға әдемі көрінеді екен да жалпы. Ал неге жай көзбен қарайтын болсақ, нереально. Енді менің ойымша солай да, маған солай көрінеді. Басқа адамдарға білмеймін. Осындай. Соны мен көрсеткім келгені осы. Яғни соңғы болып отырған жаңалықтар осындай. Жаңа айтқандай енді неде атнет. Туалет ваннада ешқандай ештеңе жасалған жоқ. Біратыма туалет ваннаны көрсетіп жіберейін. Бұл жерде шашылып жатыр, барлығы зат. Ан жердегі анандай ауаны не істейтін, ауаны сорып алатын зат дұрыс. Дұрыс емес, вообще істемей қалды. Бас жағында қойған кезде істеп тұрды, бірақ мына батареяны қойған кезде істемей қалды. Неге екенін білмейміз. Андай ан жерде біздерде автомат тұр, сол автомат мынаған жалғанған автомат. Яғни анаған, сосын ана бөлмеде тағы біреуі бар. Жуынатын бөлмеде. Екеуі бар анандайдың. Ан жерден автоматты қосқан кезде лақтырып тұрды кәдімгі. Бүйтіп автоматтың кнопкасын жоғары қарата көтергенде артқа қарай лақтырып жібереді. Яғни кері қайтарып тұрды. Андай от шыққандай болып көрініп тұрды да бүйтіп. Сондықтан оны қозғамай автоматын сөндірдік кеше. Кісілері бар еді бір. Соларға көрсеткен ау деймін, білмеймін енді ол не істеген, не істей алғанын. Сонымен бүгінгі көрсеткім келгені, айтқым келгені осы видеом өте ұзақ болып кетті. Почти 20 минут болып кетті, бірақ мен өз басым осылай барлығын не істеп көрсеткен жақсы көрем. Яғни үтір нүктесіне дейін, бүге шүгесіне дейін дейді, соның барлығын көрсетіп айтқанды жақсы көремін. Болып отырған жаңалық осындай. Енді осы жылы бұл үйге кіреміз ба, кірмейміз ба белгісіз. Жалпы біраз жұмысы бітіп тұр. Бірақ қалай болғанда да әлі біраз жұмысы бар. Мынау котелымыздың түрі. Мынау обратка, подача. Котел дайын тұр. Есігін қою керек, терезесін қою керек. Сосын құдық. Құдығымыздың түрі. Мына жерден көрінбейді екен. Мына жерде құдықтың алдында мынандай зат тұр. Құдығымыздың түрі анау бытшыты шығып жатыр. Бетін қайтадан құю керек. Нені не істеуіміз керек?
насос қоюымыз керек. Су тартатын. Насос заттың ішінде тұрады. Котелдің ішінде болады насос. Сосын мынаяқтан мына жерде қазылып атырған не матнет шұңқыр. Бұл канализацияның трубасы. Канализацияның трубасы ан жерге барады. Ан жерден септик қазылу керек. Ана не тұр ғой, мына жерде міне сетка. Сол жерден зат қазылу керек, септик қазылу керек и сол жерге апару керек. Кухняның септигі бөлек. Анау мына жерден қазылатын септик ол ненікі. Туалет ваннаның септигі болады. Әлі біраз жұмыс бар жалпы. Осындай жаңалықтар. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар. Сосын өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарийға жазып отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.